Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, қадірменді екібастұздықтар. Бүгін мінекей мен бір жақсы бір мекемеге келіп жолығып отырмын жұма күні. Алла тағала сәтін салып, ауруын жасырған үндемей өлетпейді. Біз қазақ ауырып 3 күн қалғанда ғана барып ем іздейміз. Алдын ала жаңағы емді іздемейміз. Сондықтан ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздеу керек. Мына компанияның аты Вишмал дейді. Бұл Made in China, енді Қытай, Тибеттің жасалған осында көптеген жаңағы мына офистарына келіп тұрмын. Көптеген продукция келіпті мінекей біздің қыздар Екібастұз қаласының. Ал енді Меруерт ханым, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қал жағдайларыңыз қалай? Шүкір, жақсы, Аллаға. Осы продукцияны Қазақстанға қай кезде әкеліп жатсыздар? Осы біздің Екібастұз қаласына қай кезде келді? Бұл Екібастұз қаласында 2025 жылдың январь айының аяғынан бастап келді. Сол уақыттан бастап жұмыс жасап жатырмыз. Демек жаңа екен ғой әлі, бір-ақ жыл болыпты ғой, жұмыс істеп жатқандарыңызға. Дұрыс айтасыз. Сондықтан мына сіздің әкеліп отырған жаңағы осы товарларыңыз дейік орысша. Демек, осы товарлар жайлы бұның халыққа енді қандай шипа береді, соны жайлы сіз бізбен таныстырсаңыз енді. Меруерт ханым. Ал енді сіздермен енді таныстырып өтейін. Бұл компания Вишмал деген. Вишмал компания деген оның переводы қазақша айтқан кезде дүкен, тілек дүкені деген сөз. Бұл компания мына гельдері бар, розовый, синий гель, сосын капсула дейді. Тамаша. Бұл компания осы гельдер арқылы жұмыс жасай бастаған. Енді мына гельдердің ішінде ион серебрар дейді. Бұрын аталарымыз серебромен күміспен емдеген. Оның ішінде эларгинин бар. Мына көк гельдің ішінде ион серебра бар. Сосын женьшень и эларгинин бар. Оның түгелі біздің ағзамызда бар нәрсе. Мына капсула деген, міне осындай капсула, оның несі кішкентай коробочка, оның ішінде вытяжка, 18 шөптің вытяжкасы, сығындысы бар, майы. Керемет. Керемет, өте керемет. Міне бұл мынандай шприц болып шығады, міне. Оның ішінде гель, мына бір розовыйдың несі мынандай шприцы, оның ішінде 3 грамм. И мынандай көк гель дейміз енді, бұл женьшень қосылған. Бұл шприцта өзі демек осы өнімдермен бірге келеді ғой, иә? Түсінуім бойынша. Бұл шприц керемет. Мына коробканың ішінде 10-нан осылай сатылады. Тамаша. Ал енді бұның Меруерт ханым халыққа бұның қандай шипасы бар, қандай пайдасы бар, сол жайлы осы өнім жайлы менімен таныстырып өтсеңіз. Бұл енді бізде қазіргі кезде жастардың көбі бала көтере алмайды, бала сүйе алмайды. Өйткені ол бар біздің қоғамда, иә, көп. Ол бар. Мысалы, көбінесе жастар қазір ашық-шашық жүреді, аяқтары да жұқа жүреді, сосын қысқа шалбар киеді, аяқтары қысқа нәски киеді, оның түгелі мына денсаулыққа демек суықтан келген депсіз. Суықтан келген. Тамаша. Әсіресе дұрыс. Қараңыз, мұнда қазіргі уақытта бізде Астана қаласында нәтижелер көп болып жатыр. Бала көтерген, сосын первичный дейді, вторичный. Вторичный деген ол мына бірінші баланы туатты, екінші баланы туатын кезде бала көтере алмай қалады. Сол кезде осы мына үшеуін қолданып, үшеуінің базовый дейді бұны, соның түгелін ішіп қолданса, бұл керемет результаттар болып жатыр. Бұл енді өзімізден шығып жатқан, енді басқа шетел жақтың результатын айтып жатқан жоқпыз, именно өзіміздің Қазақстанның результаты. Ал қалған мына не өнімдер тұрған?
Енді жанында. мына Онымен де бір таныстыра иә, кетсеңіз. бұл кальций аминохондроитин дейді. Көп адамдар тізесіндегі шашкаларын ауыстырады, сосын асығатта укол салады. Бұл естественный путем мына буынға суын келтіреді ішкен кезде, сосын жаңағы чашканы ауыстырып, мына буындарымыз түгел мына өз орнына қалпына келеді. Сүйек қатаяды. Бұның ішінде мысалы карбонат кальция дейді, глюкозамин, гидрохлорид, хондроитин сульфат, казеиновый фосфопептид дейді. Керемет екен. Жалпы бұл негізі сол аяқтан ауырғандарға, науқастарға. Иә. Ал енді мына бөлім жайлы айтсаңыз таныстырып. Енді бұл L-аргинин деген оның ішінде мысалы біздің әкеміздің 40 ұрығының ішінде біреу болады екен, сосын анамыздың уызында болады, сосын биенің сүтінде болады екен L-аргинин деген. Қараңыз, бұның Ол не илергин деген? Витамин ба, не нәрсе ол? бұл витамин, иә, керекті витамин. Оның ішінде керемет, иә. Бұның көбінесе мысалы біздің бас ауыратын, жүрек ауыратын, сосын мына қан тамырлары жұқарған, қандары қою болып кеткен, Холестерин, қойыланып, иә. липиды, соның түгелін орнына келтіреді. Тамаша. Жүрекке, бауырға, бүйрекке. Бұл L-аргининді витаминдермен ішсе, бұл өз қай жерде, ағзамызда қай жерде қандай витамин жетіспейді, L-аргинин түгелін өз орнына келтіреді. Жақсы екен. Ал мына қалғандарымен таныстырсаңыз. Бұл енді жаңағы мына кальций, міне бұның ішінде мынандай таблетка, таблетированный. Мынау енді міне қараңыздар. Мынау енді өзімнің ішіп жүрген құтым. Тамаша, керемет. Ары қарай жалғастырыңыз. Сізге берейін. Рахмет, енді қазір болғасын енді. Қазір түрік болғаннан кейін, иә. Содан кейін Алла жазса, Құдай қаласа. мынау енді міне шай, жаңағы өзіңіз ішіп көрген бұл шай императорский дейді. Императорский шай, бұл шайға 2000 жыл болған. Кезінде Мао Цзэдун өзі ғана ішкен, қол астындағы немесе халықтың біреу ішсе, солардың бастарын шапқан. Енді қараңыз, бұл токсинді шығарады, ағзадағы тазалайды. Ішінде мынандай міне 40 мынандай коробочка дейміз міне, 40 Құтысы ғой, 4 құты дейін. Мынаның ішінде 10 несі бар, коробкасы бар. Бұны бір семьяға алса, бір жылға жетеді. Жанұяға, бір отбасына. Бір отбасына бір жылға жетеді. Ал енді мынау екі жайлы айтып өтсеңіз. Айтыңыз. Енді қараңыз, мынау сахарды орнына келтіреді, сосын давленияны, сосын токсиндерді шығарады. Бұны қараңыз, бүйректегі құмды шығарады. Сосын мынау бар ғой, бұны пәк қыз балалар мен ұл балалар жинайды. Неге дейінші? Өйткені олар пәк қой. Үйленгенмен тұрмысқа шыққандар жинаса, бұның свойствосы бұзылады. Уже естественно, өшіп тұрған свойствосы түгел кетіп қалады да. Бұны Екі естімеген жаңалық елде. Пәк қыз балалар мен ұл балалар ғана жинау. Керемет. Енді қараңыз, бізде мынандай порошок кардицепс дейді. Мынаның ішінде осындай нелер 20 штук. Бұл антибиотик, натуральный антибиотик дейді. Бұны енді мына несін 4-ке бөліп ішуге болады, мысалы. Бұл неден? Қандай ауруға шипасы бар? Қараңыз, бұл бүкіл ауруға жақсы. Мына біз бір нені ішкен кезде біз мысалы аптекада ішсек, ананы бөлек ішу керек, мынаны бөлек ішу керек дейді. Мынаны ішкен кезде бұл бүкіл ағзаға жақсы. Өйткені антибиотик дейді ғой. Мысалы цефтриаксон салады, мысалы неше түрлі аптечный нелер салады. Оны салғанша лучше мынаны ішіп денсаулық алған жақсы. Мысалы сосын одан кейін бұл бар ғой, грипп, суық тиген кезде, мысалы метастаза кетпейді. Раковый клетка. Әр адамда өзіміздің раковый клеткамыз бар. Мынау соны, чтоб тарамау үшін, мынау блокирует. Жақсы. Ал енді бағана кірікпегенде айтып отырсыз, сіз адамның ең бірінші диагноз жасаймын дейсіз. Сол диагноз жайлы сіз түсіндіріп берсеңіз бұл
диагностика жасайын дейсіз жаңа Аха. келгенде бірінші Иә, аха. осы жаңағы нелерді Бізде ем шөптерін берер алдында аха. Бізде қандай жаңағы аурулардан диагноз жасайсыз? бізде аппарат бар, японский технологиямен істелінген аппарат. Көрсетесіз бе ол жерге? Ол қазір бізде жоқ. Жоқ, неде? Ол бізде қазір жоқ енді. Енді Аха. қараңыз, ол японский технологиямен шыққан аппарат. Не мынандай? Ол 36 ағзаға диагностика жасайды. Мысалы, бастан бастап мына сіздің бүкіл денедегі тамырдағы қанды, Керемет. ішінде қандай қоюланды ма, ішінде холестерин бар ма, липиді бар ма, соның 36 түгелін кәдімгідей диагностика деп сол түгелін шығарады. Тамаша. Иә, енді қараңыз, сіздің асқазан болсын, шек болсын, тоқ шек болсын, ас шек болсын, бауыр, бүйрек, неше қандай ағзамыз бар бізде, соның түгеліне диагностика жасап береді. Жалпы Меруерт ханым, мекенжайларыңыз Екібастұз қаласы қай көше бұл? Біз Екібастұз қаласында улица Дүйсенбаева 34-те 5-ші кабинетте орналасқанбыз. Бизнес-центр Әлем. Бизнес-центр Әлем. Ал енді Меруерт ханым, мынау анықтама, справочный телефондарыңыз бар ма? Иә, бізде справочный телефон бар. Осы жерде айтып қойсаңыз енді. 708 73 541 73. Менің есімім Меруерт. Демек осы телефонмен қоңырау соғуға болады. Болады. Күні түні болсын. Күні түні болсын. Иә, қазіргі кезде науқастар көп қаламызда. Әрине экология бір жағынан, әрине қазір бұрынғы заманның жаңағы сапасыз емделгеннен, қазір мен де өзімде көбінесе мынау емханаларға барсам, толған халық. Иә. Осы деген қай жерде барсаң өшірет болады, қысы жазы болсын. Сондықтан қадірменді біздің отандастар, қадірменді қазақ елі, қадірменді біздің қала тұрғындары, қонақтары, осындай мінекей жаңа мекенжайда осындай әкелінген жаңағы бірсыпыра өнімдер бар екен. Алла Құдай дерттеріңізге шипа берсін, ем беріңіздер, ғұмыр жастарыңыз ұзақ болсын. Мінекей мен бүгін өте бір керемет дүниемен танысып отырмын. Сондықтан тағы да мекенжайларыңыз қандай? Дүйсенбаева көшесі 34? Көшесі Дүйсенбаева көшесі 34, бизнес-центр. Бизнес-центр Әлем. Бизнес орталығы Әлем. Бизнес орталығы Әлем, 5-ші офис. Бөлме, 5-ші бөлме офис. Жақсы, ал енді хабарласыңыздар. Рахмет, хабарласыңыздар.